Сәлем қыздар, қалдарың қалай? Аман сенсіңдер ма? Сенбі күндерің қалай өтіп жатыр? Мен базардамын. Базарда елдің бәрін кездестіресің. Қыздар, біздің компанияның өнімі өте сапалы. Және біраз ел оны біледі. Сондықтан оны сату, рекламировать ету қиынға соқпайды. Өз таныстарың айтасың, ол бір. Тағы бір метод бар. Ол холодный контакт. Холодный контакт дегеніміз, ол танымайтын адамдармен сөйлесу. Мысалы, мен қазір базарда жүрдім да, өзіме шырайлы болып, бір жақсы пысық қыздар сауда жасап жүрген. Солармен танысып, соларға компания туралы айттым. Бір қыз бірден айтты, апай, жоқ, маған ондай қажет емес, маған деді, мақұл, саудам жүрсін дедім да кетіп қалдым. Зато екінші қызға барып едім, олар басында маған айтты, ой, біз білеміз, мен мына массажный крем алғам, маған ешқандай көмектескен жоқ, анау мынау деді. Потом екінші қыз жанындағымен сөйлесіп, Алтын Ордадан келген, между прочим, сауда жасайтын адамдар біледі. Я говорю, қара, сен көрі саудада жүресің. Онсыз да, мысалы, мынаны, осында сыйлықтармен аласың, скидкамен аласың товарды. Өзі керемет денсаулыққа да бәріне де деп, жаңа қызбен сөйлесіп, мысалы, телефонын алдым, ол менің телефонымды алды, сонымен контакт. Тағы бір қызбен, Фируза деген турчанка ма, сондай қыз, жанына келіп сөйлесіп, сауда жасап, я говорю, осындай ана қызды тоже телефонын алып, контактысын алдым. Мысалы, үйге барғаннан кейін сөйлесіп, WhatsApp-қа материал салып, солай жасаймын. Бұл контакт, холодный контакт. Тағы бір қызбен сөйлестім, келіншекпен. Ол айтады, менің қызым басқа компанияда, мен соған көмектесемін дейді. Кейін көрейік деп, мақұл, телефон берген жоқ, бірақ мен мысалы келесі базарға келгенде ол қызбен уже сөйлесе беремін.